Біз ол кісінің айтқанын орындап, дағдылағанбыз. Кейінге қалдыруға болмайды. Жігіт бірден кеудесінен демеп, қартты төсегінен тұрғызды. Қолтықтап үйіне алып келді. Бейсара келін әдемілеп дастархан жасапты. Сәния кемпірдің даусы жігерлі өктем шығады. Қысылмай дұрыстап тамақтанып ал, деді ол, ілбіп келіп дастархан шетіне жайғасқан шалға қарап. Кешегі әңгімемізді жалғастырамыз. Адасқанның айыбы жоқ. Қайтып үйірін тапқан соң деп, бұрынғыларда бір кешірім жасауға болатын меңзеген екен. Мен сені үйіріңе табыстырғалы отырмын. Бірақ баяғыда екеуміз қайта қосылады екенбіз деген ой үш ұйықтасаң да түсіңе кірмейтін болсын. Мен тек әке мен баланы табыстырмақпын. Кемпір орнынан тез көтеріліп өз бөлмесіне бір суретті қолына ұстап келді. Міне балалар, мынау біздің алғаш үйленгенде түскен суретіміз. Сандықтың түбіне тастап, ешкімге көрсетпей қойғанмын. Өліп тірілгендей болып әкелерің келіп отыр. Анау суреттегі көркем жігіт осы шал еді. Түрі түсі өзгеріп кетіпті дегенмен аздап болса да ұқсап тұр. Биғаз әкесіне жылы қабақпен қарап басын изеді. Апыр-ай, Сәния, алтын адам екенсің ғой. Шалдың даусы дірілдеп шықты. Алдама. Баяғыда жез боп көрінген Сәния енді алтынға айналды ма? Ол сөзің мені енді жылытпайды. Мен баяғыда суып қалғанмын. Тек балаларым ойнастан туған адамдар ұқсамай, шын әкелері болғанын көрсін, білсін деп отырмын. Сәния кемпірдің даусы да тарғылданып барады, бірақ тоқталған жоқ. Алтық алтын алсаң да алғашқыдай болмайды депті ғой баяғыда бір еркек. Ол да сен сияқты шекесіне тиген бір бейшара шығар. Сенің қанша қатын алғаныңда шаруам жоқ. Балаларыма бүкіл әулетке шын әке керек, ата тек керек. Бақиға баратын пенденің жаназа намазында алдымен әкесінің атын сұрайды. Анау немеремізге мектепте жеті атаңды біліп жазып кел дейді. Біз сенің жеті атаңды қайдан білеміз? Өзімнің аталарымды жаздырып жүрмін. Енді бұлардың шын ата-бабаларын айтасың. Далада қалмай мына беғазы балаңның көлеңкесіне жеткеніне мың шүкірлік қыл. Апыр-ай, Сәния, сенің жасаған жақсылығың айтар сөзімді таба алмай отырмын. Неңді айтайын деп едің? Адам кешірмейтін жағдайды басыңнан өткердің. Кемпір енді даусын бәсеңдетіп, жүзін беғазыға аударды. Ендігі түсінік балам өзіңде. Сенің бойыңда аққан мына шалдыкі. Шыбын жаның менікі. Менің құрсағымда жатқаныңда Алла тағала кеудеңе жан салды. Мен соны жоғалтпай өмірге тірі әкелдім. Ата-ана деген ұғымды осылай тану керек. Астанадан Серғазда шақыртамыз. Көз тірісінде әкесін көріп білсін. Бейсара келінім, енді мына шалға қарап жүрерсің. Жаңа киім алып беріңдер, үсті басы кір болмасын. Бәленшенің әкесінің түрін қара деп өзгелер күңкілдесе өздеріңе сын болар. Молдағазы басын көтеріп алды. Мен сендерге салмақ салмаймын. Ақшам жетеді. Келіннің қолына беріп қоярмын. Оған рұқсат жоқ. Сен әлі басқа үйдің адамысың, солай болады. Балаларымыздың бір шалды қамқорлайтын жағдайлары бар. Тек мезгілінде келіп тамақтануды ұмытпа. Молдағазының өліп, қайта тірілгендей болған жаңа ғұмыры екі ақ жылға жалғасты. Айықпас дертке шалдыққан екен. Балаларының анда-мында емдеткендері еш нәтиже бермеді. Серғазы мен Беғазы қастарында отырып, әкенің бетін жапты. Сәния ананың ұсынысымен орыс кемпірден алған пәтері сатылып, Молдағазыға күмбездеп бейіт тұрғызылды. Естіген құлақты таңдандырған кәусаған шалдың хикаясы осылай аяқталған еді. Әңгіменің соңы. Атырау облысы, автор Рахмет Иманғалиев.